Адам орта есеппен 70 жыл өмір сүреді десек, осы уақыт ішінде ішек арқылы шамамен 100 тонна тамақ және 40 мың литр сұйықтық өтеді екен. Нәтижесінде ішекте 15 килодан астам несеп тастары, ағзаға зиян келтіретін улы қалдықтар жиналады. Жиі іш қату, зат алмасудың бұзылуы, қант диабеті, аллергия, артық салмақ, бауыр мен бүйректің ауруы, есту және көру қабілетінің нашарлауы, тері аурулары ішектің ластанғанынан хабар береді. Клизманың көмегімен тоқ ішектің кішкене бөлігі ғана тазаланады, 40-50 см. Ал ішекті аппараттармен жуу біріншіден өте қымбат, екіншіден біраз уақытты қажет етеді және ішек микрофлорасын бұзады. Небәрі 1-2 шай қасық зығыр тұқымынан жасалған ұн 2-3 аптаның ішінде тоқ ішек пен аш ішекті көп жылдық қоқыстан толық тазартады. Әрі ішек микрофлорасына ешқандай кері әсерін тигізбейді. Бұл әдіс салмақты тез қалыпқа келтіруге және артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Зығыр тұқымынан алынған ұн жаңадан ұнтақталған болуы керек. Токсиндер мен шлактарды ағзадан шығарып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ол антипаразиттік қасиетке ие. Гельминттер саңырауқұлақтар мен вирустарға қарсы әсер етеді. Қолдану нұсқаулары. Жоғарғы тыныс алу жолдарының, асқазан ішек жолдарының шырышты қабығының қабыну процестері. Гастрит. Асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасы. Зәр шығару жолдарының аурулары. Пиелит, цистит. Артық салмақ, липид алмасуының бұзылуы. Профилактикалық мақсатта күнделікті қолдану үшін тиімді. Қолдану тәсілі. Антипаразиттік қасиеті бар тағамдарды дайындау үшін бір порцияға 1 шай қасықтан қолданылады. Ішекті тазалау үшін мына ретті қатаң сақтау қажет. Бірінші аптада күн сайын 1 шай қасық зығыр ұнын 100 грамм йогурт немесе айранға араластырып ішу қажет. Екінші аптада зығыр ұнының 2 шай қасығын 100 грамм йогурт, қаймақ немесе айранға қосып қабылдайсыз. Бұл қоспаны таңғы ас орнына қабылдайды. Тоқ және аш ішектер несеп тастарынан, паразиттерден тазартылады. Сонымен қатар ішек микрофлорасы толық сақталады. Ішекті тазарту кезеңінде міндетті түрде күніне 2 литрдей су ішіңіз.